Сәлем достар, сіздермен осындай күшті мамық сияқты жұмсақ үлпілдек болып шығады. Сәлем достар, сіздермен осындай күшті үлпілдек болып шығатын жұмсақ сүзбелі бәліштің рецептісімен бөліскім келеді. Жасап көріңіздер, міндетті түрде дәмді әрі жұмсақ, балдарыма ұнады. Бізге 2 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаңызды бөлек біртіндеп кесеге жарып алғаныңыздарыңыз жөн. Кейде жұмыртқалар бұзылып шығып жатады. Сол кезде бірден салып жіберсеңіздер төгуге тура келеді. Бізге 120 грамм шекер керек болады. Ішіндегі шығыны да аз, жасап көрсеңіздер болады. Шамалы тұз себеміз. Сол кезде көпіруіне де жақсы болады. Осылай миксерлестер, қатты міндетті емес. Енді былай миксерлеудің, әйтеуір миксерлеп көпіртіп алсаңыздар болады. Өте дәмді, жұмсақ, шығыны да жасап көріңіздер. Міндетті түрде кеңес беремін. Миксерледік осылай. Бізде осындай аппақ маса болды. 100 грамм кез келген сұйық май қосасыздар. Иісі жоқ болса болды тек. 100 грамм сүт құямыз. Алдын ала електен өткізілген 200 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымыз салып, осылай алдын ала електен өткізіп аламыз да саламыз. Жай жылдамдықта бастаңыздар, өйткені ұндарымыз жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Осылай жайлап венчикпен осылай былғап алсаңыздар, өзіңізге де ыңғайлы болады сол кезде. Содан соң жылдамдыққа қоссаңыздар болады. Бұл пирог өте капризный емес, тез әрі оңай жасалады. Мен осындай весовой творог алдым. 200 грамм творог аласыз. Дүкендікі. Кішкене 200 граммнан асып кетті, ештеме етпес. Үстіне 50 грамм шекерімізді қосып жібереміз осылай. Сахарный пудра болса да болады, бірақ шекер кішкене арзандау. 1 жұмыртқаны жарып үстіне саламыз. Блендердің көмегімен осылай езіп аламыз. Түйірі қалмау керек бізде. Жақсылап миксерлестер. Блендерлеп. Одноразовый пакетімізге осылай творогымызды салып алдық. Басын шамалы кесіп жібереміз. Осындай менде 26 диаметрлік формаға салдым. Кез келген салсаңыздар да болады. Пергамент төседім. Жан-жақтарына майлап, сұйық майя, сары маймен майлап жіберсеңіздер де болады. Осылай қамырымызды орналастырып алдық формамызға. Тегістеп бетін мешогымыздың басын осылай кесіп алдық. Негізі қалыңдау кессеңіздер қалың болып шығады. Осылай құйып шығасыздар. Решетка сияқты. Өте үлпілдек күшті болып шығады біздің пирогтарымыз, жасап көріңіздер. Өте дәмді. бір шайда жоқ болады. Негізінде жасап көрсеңіздер күшті, өте шайға күшті кетеді. Ысырап болмасын деп жандарына жағып жібердім қалған творогтарымызды.
алдын ала 170-180 градуста пешімізде пісіреміз. 25-30 минут қарап тұрып пісіріп алыңыздар. Мен өзім кішкене қоңырлатып пісіңкіретіп алдым, шикі болмас үшін. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөліссеңіздер. Сау болыңыздар, ас болсын. Менің каналымда неше түрлі рецепттердің түрі болады. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.